Нағашымды киіктің киесі ұрған екен. Құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, әңгімемді соңына дейін тыңдап, ұнаған болса лайк басып, комментарийде жылы лебіздеріңізді білдіріңіздер. Өзге де қызықты оқиғаларды каналымнан таба аласыздар. Біздің ауылдың шетінде киік үйір-үйірімен жүретін. Жезқазған мен Қызылорданың сайын даласында құралайларын өргізетін киікке ауыл адамдары да жаудай тиетін. Өйткені еті тығыз әрі дәмді келетін. Жануарды бірі мүйізі үшін ауласа, енді бірі құстай соғым соймай етін азық ететін. Біздің үйге де киік еті жиі келетін. Өйткені нағашым киік аулайтын. Ауылдағы тәртіп сақшыларынан қашып, әсіресе қысқы мезгілде түнгі уақытта алтаяқ машинасы мен мылтығын 2-3 күн бұрын арнайы даярлап әбігерленетін. Жорыққа даярланғандай әзірленетін нағашыма қызыға қарап талай рет еріп кеткім келетін. Алайда шешем жібермейтін. Нағашыма да киіктің наласы жібермейді, қойсайшы деп сөйлеп жатқанын талай естігем. Сол жылы қыс қатты болып, ауыл сыртын жағалайтын киіктің үйірі тіпті көп болды. Оларды аш қасқыр ауылға қуып әкеле ме, әлде сол жылғы қыстың қаттылығы әсер етті ме? Ауыл сыртын паналаған киіктерді кейбіреулер атпен итін ертіп қуып жүріп аулап жүрді. Ал нағашымның құдайы тіпті беріп қалды. 2 күннің бірінде кеш бата жарығы өткір панарын қамдап алтаяқ машинасымен кетіп бара жататын. Қыстың бір күні нағашым киік аулауға кеткенінен қайта оралмады. Ауылда ағайындар іздеп шығып, жол талғамайтын алтаяқ көлігімен кеткен нағашымды ауылдан едәуір жырақ жерден тауып әкелді. Киік аулаудың қызығына түсіп, ауылдан да біраз ұзап кетсе керек. Бір жағынан қисайып аударылған көлігінен ұшып кеткен нағашым есінен танып қалыпты. Ауыл тұрғындары жазықсыз жануардың наласы қойсын ба, киіктің киесі бар деп жатқандарын естіп қалдым. Алған жарақаты айтарлықтай болмаса да, бірақ нағашым содан кейін оңбады. Түнгі уақытта шалықтап сөйлейтін, елеріп айқайлайтын, жаман түстер көремін үнемі дейтін. Ал күндіз көзін жұмған күйі сұлқ жататын. Үнемі бір түсті қайталап көремін. Киік келіп үйдің іргесін тарпып тұр екен. Мені көріп, тұяқтарымен кеудеме шығып кетеді. Астында тапталып қиналып жатып оянам дейтін үнемі. Туысқандар кезек-кезек күзетіп жүріп, бір күні солай қиналып жатып, айқайлаған күйі үзілді. Мен үшін жол апатында қолы ғана сынып, суықта біраз жатып қалғаннан аздап суықтаған нағашымның аяқ асты өлімі түсініксіз болды. Алайда ауыл тұрғындары нағашымды киелі жануардың киесі жібермеді десті. Айтпақшы, содан кейін өзара киіктің баласы құралайды асыраудан жарысатын кластастар киіктің баласын асырауға да қорқып қалдық. Қызық көріп, асырағанымызбен көбінесе байлап қойған арқанға немесе қораның тесігіне асылып қалатын. Асырауымызға көнбей өз-өзінен өліп қала беретін. Жануардың сырын түсінбейтінбіз. Үлкендер, ол қалайда бәрібір өліп қалады, обалына қалмаңдар дегенін тыңдамай асырайтынбыз біз. Нағашымның түсініксіз өлімінен соң киіктің киелі жануар екенін, киесі жібермейтінін ұққандай болдық. Содан кейін құралайын да асырауды қойдық.